Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танарлық қана таза оқысы болады. Ол үшін бұл жер бүлікке батқан орта. Мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы тілдер керек. Қарны аш кісінің көңілінде, ақыл бойында ар ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Жеп ішуге малдың тапшылығы да ағайынның араздығына, әртүрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, құлдық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатын нәрсе. Мал тапса қарын тояды, онан соң білім түгел өнер керек екен. Соны үйренейін, не баламы үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зиянынан қашық болу, пайдасына ортақ болу үшін тілін оқуын, ғылымын білу керек. Себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сенің оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдей мәселенің мән жайын ұғынуға қол жеткізеді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы, парасаттылық керек. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұрттың дінін, адамшылығын жауырынынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арты ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы өнер дүниенің кілті. Оның білгенге дүние арзанырақ түседі. Бірақ осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, ондай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен. Соны үйретейік. Мұны көріп және үйреншілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей заңы болмаса, заңсыз қылған қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар, ана оқымаған қазақ балаларын үздік озық. Қалай болса да сөз ұқтыруға болады. Оларға жақсы ата-ананың балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Оның үстіне кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе, деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанменен не бала қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені неміне, қайсыны көп үйреніпті? Кірді шықты, ілді, қайтты, түбегейлі оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малы не қылып шығарсын? Турасын айтқанда, балаңа қатын әперме, енше берме. Барыңды салсаң да, балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мұна мен айтқан жол, мал аяп қалатын жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсете ме? Өз рахат көре ме, яки жұртқа рахат көрсете ме?